киіліп, чай ішіп жатыр. Тамақ ішіп. Қарныш кетті совсем. Тамақ ішкен жоқпын таңертеңнен бері. Şimdi bir доставканы апарып келдік. Папа екеуміз. Михаиловск жаққа. Тағы біреу жас қылды. Жақын жерде екен Абаяда. Соған жай бар жатырмын. Не осындай. Ньюборн самый маленький размер новорожденныйларға. И подарочек. Салфетки важные. Қайырлы кеш баршаңызға. Операция деп бүгін әрең сол болды ғой 9-ы. Сол кеш түні бойы өзі жүрдім, ұйқым келмей, ұйықтап қалыппын. Түске таман, түс кездеріндемін. Сол таңертең ерте тұрып, папа апарып тастады ертерек. Маған алдында звондап жазылған кезде 8:30-да кел деген. Мен біраз 8-де ертерек барып тауып алайын деген ғой. Өйткені маған звондағанда Отипова 35 деп айтты да. Соның бір алдында бір направлениеға алған кезде 14-14-тен сообщение келді. Отипова 37-ге госпитализация, анау деген секілді. Соны өзім қайсы деп ойладым да, сол ертерек барып тауып алайын деп ойлағам. Соны 35 екен, сол звондағанда сұрадым ғой. Қай жерде болады деп, сол Отипова 35-те сол жерге барғам. Сол мини операция болды. Женскийға. Сол мен негізі ойлағам ғой, местный наркозбен жасайма деп. Сосын сөйтсем кәдімгідей ұйықтап тастады. Есімде бар. Ең басында таңертең очередь тосып жүрдік қой. Өздері шақырды. Қашан шақырады екен деп ең басында тосып отырдық. Жанымызда бір қыз бірінші алып кетті да оны. Соң келген соң ол сөйлеп неме жатты. Где я, кто ты, болды ма деп бірнеше рет соны сұрады. Қорқынышты екен, бәрін алып келеді, жүрек алып келеді да өзі. Бір түрлі қорқынышты болып отырды, уайымдап отырған. Мен шақырдым, шақырғаннан кейін бардым. Қолыма немене салғанын білем. Қолыма немене салды ғой. Сол кезде білем да, одан кейін уже вообще не помню. Оянсам, уже палатада жатырмын. Көзім бәрі мына жақтан қозғап тұрған секілді біраз талдай жаттым. Бір қарағанда сағат 11 бәлінбай болды ма, 12 болды бір қарасам. Көзімді ашам, сонымен қозғалып немнеткім келсе келеді, бірақ өз денеңмен управлять ете алмайсың ба, сондай бір ощущение да, бір түрлі құлақ қалатын секілдісін. Сол бірінші рет болған соң өз қызға екен. Ощущение сөйлесең, вроде сөйлеп тұрсың, бірақ аузыңды сөйлегеніңді сезбейсің. Қозғалсам тоже самое, бір түрлі. Біраз жаттым, тұрайын десем тұра алмайсың. Денең как-то управлять ете алмай қалады екенсің, біраз бірдеңке. Сол наркоз дегенді де көрдік. Енді бәрі жақсы болып кетсе деп ойлап отырмыз енді. Гинекологический отделение болған соң неше түрлі бар екен. Өзіміз сол бір эрозияны ғана білеміз ғой, по-женски. Киста, миома дегендерді естіп, неше түрлі, одан да бөлек неше түрлі аурулар бар екен. Әркімдік ауру түрлі. Сөйлесі немтесің ғой, жанында жұтыңды. Неше түрлі көреді екесін. Сол мен қазір өзі мамадар, мама мен папа құдалардікіне кеткен, моншаға шақырған.
үш ұйықта қалған соң біз үйге қалдық. Қазірдің өзінде бір түрлі липі ұйқысқан баған адам секілдім ба, или көп ұйықтап басарып отырған адам секілдім, бір түрлі сезініп отырмын. Сондықтан мен қазір демалайын. Ертеңге дейін көріскенше. Пока-пока.